Ассалаумағалейкум, сәлем баршаңызға. Оразаны бұзатын және бұзбайтын жағдайлар. Оразаны не бұзбайды? Ұмытып, ішіп-жеу оразаны бұзбайды. Бірақ ұмытқан адам есіне түскен кезде жеуді дереу тоқтатуы керек. Ұйқыдан жүніп болып ояну. Жүніп дегеніміз ерлі-зайыптылардың арасында болатын жыныстық қатынас. Әйелін сүю немесе денесіне қолын тигізуі. Мұндай жағдайларда егер мәне шықпаса, ораза бұзылмайды. Мәне дегеніміз шахуаттан пайда болатын сұйықтық. Түнде жүніп болып, ғұсыл алуды сәресі уақытынан кейінге қалдыру. Түкірікті жұту. Темекі түтіні, топырақ, шаң, ұнның тозаңы, қардың ұшқыны, жауынның тамшылары тамаққа еріксіз кірсе, ораза бұзылмайды. Еріксіз ауыз толық құсу оразаны бұзбайды. Месуак пайдалану оразаны бұзбайды. Ауыз бен мұрынға су ағылу, шайқау оразаны бұзбайды. Бірақ тамаққа кетпеуін қадағалау қажет. Душқа жуыну, теңізге, көлге түсу оразаны бұзбайды. Бірақ су жұтып қоюдан сақтану керек. Оразаны не бұзады? Әдейі бір нәрсені ішіп жеу. Темекі шегу, насыбай ату, дәрі ішу, құрамында нәрлі заттар бар, укол қабылдау. Ауыздағы жаңбыр тамшыларын әдейі жұту. Бұл жайлы мына хадисте айтылған. Ораза кірген нәрселерден ғана бұзылады, шыққаннан емес. Әйелімен жақындасу, яғни таң намазынан ақшам намазына дейін жақындасу оразаны бұзады. Себепсіз қорек немесе қоректік қасиеті бар барлық заттарды біле тұра әдейілеп жеу оразаны бұзады. Мұндай жағдайларда кафарат оразасын ұстау қажет. Кафарат дегеніміз Рамазан айының оразасын себепсіз біле тұра бұзып жіберсе, 2 ай ораза ұстауы керек. Егер де мен анам сіздерге ұнаса, анама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырау белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Гүлназ.